Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай керемет сүзбеден пирог жасайтын боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер ең алғашқылардың бірі болып, менің әрбір салған контентімді тамашалайтын боласыздар. Алдыменен осы пирогтың нанын дайындап аламыз. Ол үшін біз 280 грамм ұнды алдын ала електен өткізіп аламыз. Оған 1 шай қасық қопарғышты қосамыз. Сөйтіп осылай жақсылап араластырып аламыз ұнменен. 80 граммдай қант қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сармай қосамыз. Сармайымыздың проценті неғұрлым жоғары болса, біздің пирогымыздың наны да соғұрлым дәмді әдемі болып шығады. Енді өздеріңіз білесіздер. Сармайдың қандайын қосатындарыңызды. Шамаменен 160 граммдай сармайды осылай теркадан өткізіп қосамыз. Теркаға ұнды себелеп отырып, майымызды ұнға батыра отырып, осылай өткізсек, жылдам әрі әдемі болып өтеді. Ешқандай түйіршекті қалдырмай, осылай саусақтарымыздың көмегіменен жақсылап үккіштеп аламыз. Майымызбенен ұнды жақсылап осылай араластырып аламыз. Ешқандай түйірі қалдырмай, мінеки әдемі қылып бәрін араластырып шықтық. 1 жұмыртқа жетеді. 1 жұмыртқаны жарып салып, енді қамырымызды илеп аламыз. Мінекей, пирогтың қамырын илеп қойдық, дайын болып қалды. Енді бұны салафанға салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Шамаменен 30 минуттай, одан да көп тұрса болады. Мінекей, енді пирогтың салмасының құрамын жазып қойдым. Шамаменен 400 граммдай творог, сүзбе. Одан кейін 150 граммдай қант, 4 ас қасық қаймақ, 20%-тігін салдым. Одан кейін 3 жұмыртқа қостым. Енді осылардың бәрін араластырғышпен жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай ішінде іртігі қалмас үшін, түйір-түйір болып жүрмес үшін осылай блендерменен қозғаймыз. Сол кезде бір тегіс, ешқандай ішінде түйірі жоқ, әдемі сұйықтық пайда болады. Осылайша жақсылап араластырып аламыз. Және бұған 2 ас қасықтай кукурузный крахмалды қостым. Сосын тағы да жақсылап араластырып алдым. Осы аралықта пешімізді қосып қоямыз. Шамаменен 170-160 градусқа қосып қоямын. Сөйтіп табамды дайындаймын. Енді менің үйдегі бар табам осы болды. Көлемі кішкене үлкенірек болып тұр. Жақсылап майды жақтым табаға. Мінекей нанымызды алып, біреуін кішірек, екіншісін үлкенірек қылып осылай бөліп аламыз. Енді нанын кішкене оқтауменен осылай жайып аламыз. Кішкене қамырымыз жайылғаннан кейін қамырымды алып табаға саламын.
Мінекей табаға салдым. Кейбір жерлер мінекей жетіңкіремей тұр. Осының бәрін саусақтың көмегіменен барлық жерінің жұқалығы қалыңдығын бірдей қылып, осылай жақсылап табамыздың үстіне жаймалап аламыз. Жетпей тұрған жеріне жаңағы алып қалған бір кішкентай бөлігі бар ғой, сонымен алып, осылай бәрін бір тегістеп, мына жиек-жиегіне де көтеріп, қамырларымызды жапсырып шығамыз. Сосын шанышқының көмегіменен кішкене тесіктер жасап қоямыз. Мінекей менің салатын салмам дайын тұр. Енді осы төселген қамырдың үстіне салмамызды құямыз. Барлық жеріне бірдей болу үшін осылай үстін тегістеп аламыз. Барлық жеріне сұйықтық бірдей бару үшін. Мінекей 160-170 градуста нанымызды пісіріп алдық. 35-40 минутта. Мінекей біздің пирогымыз пісті, өте керемет болып пісті. Ыстық кезінде пирогты турамаймыз. Суытып алдым жақсылап, одан кейін холодильникке 1 сағатқа салып қойдым. Әбден жақсылап суығаннан кейін мінекей пирогымызды кесіп жатырмыз. Мінекей қараңыздар, қандай керемет. Өте тамаша болып піскен. Творожный пирог піскен кезде беті осылай кішкене сарғыш болып, әдем болып піседі. Ал астындағы наны қытырлақ болып, өте дәмді болып піскен. Ешқандай да қатты емес. Ауызға салсаң еріп кетеді. Сыртындағы нанның өз қытырлақ, әдемі болып піскен. Ортасындағы сүзбесінің дәмін енді айтып жеткізе алмаймын. Өте керемет, өте дәмді болып шықты. Мінекей шайға енді біздің пирогымыз дайын. Егер де сіздерге бүгінгі менің осы жасаған пирогым ұнап жатса, сіздер де осылай дайындаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.